1917 жылы желтоқсан айы. Адамзат тарихында бұрын-соңды болып көрмеген қан құйылып, бірінші дүниежүзілік соғыс әлемді астан-кестен етті. Империялар құлап, дүние қабылсат орын алған шақ болатын. Сол шақта қазақтың маңдайына біткен әзіз азаматтары Алаш автономиясын құрды. Қазақ халқының тәуелсіздігін бір табан жақындады беді. Желтоқсанның 12-ші күні түс ауа, сағат 3-те Алаш автономиясы дүниеге келіп, азан шақырылып ат қойылды. 6 Алаштың баласының басына ақ орда тігіліп, Алаш туы көтерілді. Үлкен ауылдарға қоңыз қонып, шашылып жүрген қырғыз-қазақ жұрты өз алдына ауыл болды. 1986 жыл желтоқсан айы. Қазақтың ұлттың ұстыны, елдің ерігі болған азаматтарынан айырылған Қызыл империя енді. Сол құрықты елдің өзіне салуға ниет қылды. Қазақстан Компартиясы орталық комитетінің бірінші хатшысы Дінмұхамед Қонаевтың орнына Қазақстанда бір күнде жұмыс істемеген есімі елге белгісіз Геннадий Колбиннің тағылымдауын осының айқын айғағы деп ұсынды. Қазақ жастары Алматы қаласының ортасына жиналып қарсылық танытты. Алматының алаңында басталған бұл қылмыс Қызыл империяның құлауына себепкер болған Тбилисия, Бакудағы оқиғаларға ұласты. Алашорда азаматтары жасаған қадамды асқақ рухты азат жастар жалғастырды. 1991 жылы желтоқсан айы. Осы сәтте қазақ халқы тағы да тәуелсіздігіне ұмтылыс жасады. 1991 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанның жоғары кеңесі тәуелсіздік пен мемлекеттік егемендік туралы заң қабылдады. Азат қазақ тұңғыш рет тәуелсіз президентін сайлайды.